Түйсік. Біздің түйсігімізде әлемді төңкеретін күш жатыр. Уильям Джеймс. Адам миы екі бет бейнеден тұрады. Менің бұған дейін айтқандарымның бәрі санаға байланысты. Енді сіздерді мидың екінші жағымен сиқырлы да тылсым түйсікпен таныстыру уақыты келді. Түйсіктің күші таң қаларлық. Оның адам ағзасының маңызды деген қан айналымынан бастап ас қорытуға дейінгі функцияларын бақылап басқарып отыратыны баршаға мәлім. Сонымен қатар адамда болатын барлық жағдайлар түйсікте сақталып қалады. Мұнда бізде болған әр жағдай тіркеледі. Сонымен қатар онымен байланысқан сезімдер мен ойлар да тіркеледі. Осы түйсік адамның іс-әрекетіне бағыт-бағдар беріп, көп жағдайда өз көмегін тигізеді. Ол ішкі дауыс, түс, сезімдер арқылы бізге қажетті идеялар мен шешімдерді көрсетеді. Бір рет осы керемет қабілетті ашқан соң, адам кез келген жағдайда өзін дәрменсіз сезінбейді. Демек, осы түйсік жүйелі түрде қайталанып отыратын ой импульстерінің, сезімдер мен эмоциялардың физикалық эквивалентте материалдануына көмек беретін тетік болып саналады. Сіз жүзеге асырғыңыз келген жоспарды, ойды немесе сезімді санаңызда сақтауыңызға болады. Нәтижесінде ойлағаныңыздың материалды эквивалентін аласыз. Түйсік құнарлы әрі әр уақытта сізге жәрдем бере алады. Бірақ тек шектеулі адамдар ғана оның күшін пайдалана алады. Сана мен түйсіктің қоршаған шынайы өмірге бірге қалай жұмыс жасайтынын көрсету үшін мен тағы да сәйкестікке жүгінемін. Түйсік өзіне тастаған кез келген дәнекті қабылдайтын құнарлы топырақ сияқты. Сіздің ойларыңыз бен көзқарастарыңыз бұл осы топыраққа тұрақты түрде егілетін дән. Олардан бидай масақтары сияқты сіздің еккеніңіз өсіп шығады. Нені ексең, соны орасың. Бұл заңдылық. Есіңізде ұстаңыз, сана бұл бағбан, ал сіздің міндетіңіз сіздің ішкі бағыңызға не енуі керек екенін түсініп, оны сұрыптап алу. Өкінішке орай, көпшілігі бағбанның осы рөлін түсіне бермейді. Себебі оларға оны ешкім де түсіндірмеді. Сұрыптаумен айналыспасақ, біз жақсы, жаман дәннің біздің ішкі бақшамызға енуіне жол береміз. Ал олар өз кезегінде бізбен шынайы өмірде болып жатқан жағдайлардың себепшісі болып саналады. Осы өмірде жолыңыздың болуы мен болмауын түсіну мақсатында өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге үңілген жөн. Түйсік тыңдамайды. Ол бәрін аса құштарлықпен орындайды. Байлық, сәттілік болсын, немесе сәтсіздік пен ауру болса да, себебі біз өзіміз санамызда осы ойларды қалыптастырдық. Түйсік қалыптасқан ойларды қабылдайды, ал осы ойларға қатысты сіздің позитивті немесе негативті қарым-қатынасыңызды ажыратып отырмайды. Ол сана сияқты жағдайды бағалай алмайды, жағдаймен дау-дамайға түспейді. Егер де сіз өз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, онда себебін іздеу қажет. Сіз өз санаңызды қалай пайдаланасыз, сіздің ойлау образыңызбен көзге елестетуіңіз қалай болмақ, сіз бір уақытта позитивті және негативті ойлай алмайсыз. Белгілі бір уақытта ойлаудың бір түрі басым болып келеді. Ойлау образы әдетке айналады, сондықтан да сіз позитивті ойлар әрдайым басым болуын қадағалап отыруыңыз керек. Сыртқы жағдайды өзгерту үшін ең алдымен ішкі жан дүниеңізді өзгерту керек. Адамдардың көпшілігі сыртқы жағдайды өзгертуге тырысады. Егер де ойларыңыз бен көзқарасыңызды өзгертпесеңіз, онда бұл талпынысыңыз еш нәтиже бермейді, немесе шамалы уақытқа дейін ғана нәтиже береді. Осыны түсінсеңіз, сіздің алдыңызда жақсы өмірге кристалды таза жол басталады. Сәттілік, бақыт, денсаулық, әл-ауқат туралы ойлауды дағдыға айналдырыңыз. Қорқыныш пен алаңдау ойларынан арылыңыз. Сіздің санаңыз жақсылықты күтумен өмір сүрсін. Осы орайда сіздің санаңызды өмірден алғыңыз келген армандарыңыз толтырсын. Осы кезде сізге әдет заңы көмекке келеді. Аталмыш кітапта баяндалған жаттығуларды күнделікті орындауды әдетке айналдырыңыз. Бір бөлімнен кейін келесі бөлімді оқумен шектелмеңіз. Мұнда баяндалған тәсілдерді өзіңіздің өміріңіздің бір бөлшегі ретінде қалыптастырыңыз. Су өзі құйылған ыдыстың, вазаның, стаканның немесе өзен арнасының формасына енеді. Сол сияқты сіздің түйсігіңізде күнделікті ойларыңызда қандай ойды қалыптастырсаңыз, ол соны қабылдайды. Демек, осылай сіздің тағдырыңыз жасалады. Сіздің өміріңіз өзіңіздің қолыңызда, және де сіз оны өзіңіз қалағандай етіп жасай аласыз. Синхрондық. Түйсік сіздің қалағаныңызды береді. Сондықтан да күнделікті сіздің өміріңізде болып жатқан қуанышты өзгерістерді елестетіп отырыңыз. Мен олардың жұмыс жасау қағидатын түсіндірейін. Мен кітаптың алғашқы парақтарында барлық материалды дүние энергия бөлшектерінен тұрады деп түсіндірген болатынмын. Біз алып энергетика жүйесінде өмір сүреміз. Сіз түйсігіңіз сәттілікке бағытталған кезде, бұл барлық энергетика жүйесінде энергия жаңғырығын тудырады. Түйсік үзіліссіз түрде сәттілік энергиясының толқуын қабылдап отырады.
сіздің мақсатыңызға жетуге көмектесетін адамдар мен жағдайларды сізге жақындатып отырады. Айта кеткен жөн, егер де сіз негативті бағытта ойласаңыз, онда түйсік сізді сәтсіздікке ұшырататындай жағдай жасайды. Ол ойларды таңдамайды, оларды ажырата алмайды, тек қана сіздің миыңыздағы үміт, қорқыныш, армандарыңызбен жұмыс жасайды. Қуанышқа орай адамның миы бағынатын материалды өмір мен заңдылықтарды түсіне бастады. Бірнеше жылдар бұрын бұл идея біз ойларымыз арқылы шынайы өмір жасап, өзіміз қалаған өмірді өзімізге жақындату мүмкін емес болып көрінді. Бүгінгі таңда бұл проблема көзқарас өзгерді және адамдар осы процестің қалай жұмыс жасайтынын түсінді. Біздің ойларымыз энергия жиынтығы ретінде өмір сүріп, бұл жерде бірнеше рет қайталанған ойлар, образдар, көзқарастар, көзге елестету, армандар туралы айтылып отыр. Шынайы өмірге әсер етеді. Сонымен қатар, егер де осы процесс туралы ойлансаңыз, онда басқаша ойлаудың мүмкін еместігіне көзіңіз жетеді. Себебі өмірде бәрі байланыста болады. Мен тағы да осы маңызды ойды қайталағым келеді. Сіз шынайы өмірде қалаған оң образыңызбен өзіңізді байланыстырсаңыз, сіздің түйсігіңіз оған жауап қатады. Сіздің күнделікті ойлау образыңызбен, сіздегі ойлау образының басым түсетіні сізді қоршаған шынайы өмірді, яғни сіздің қайталанбас өміріңізді жасайды. Джон Кехо, түйсігіңмен ойлай біл. Кітаптың ең маңызды жерлерін каналға салып отырамыз, тіркеле кетіңіз.